Армысыздар, бүгінгі видеода Кока-Коланың пайдасы туралы айтатын боламыз. Каналымызға жазылып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Кока-Коланың қандай құпиясы бар? Естімеген елде көп демекші, бұл сусын туралы әлі де білеріміз көп екен. Бұған дейін оның денсаулығымызға зиян екендігі туралы айтылған болатын. Сондықтан біз күнделікті тұрмыста қалай пайдалануға болатындығы туралы ақпарат ұсынуды жөн көрдік. Бірінші, егер кастрөлді күйдіріп алған болсаңыз, ішіне Кока-Кола құйып қайнатыңыз. Кастрөліңіз көз алдыңызда жаңарады. Екінші, кез келген суретті ескетіп көрсетуге болады. Ол үшін суретті Кока-Колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ суретті толықтай суландырмаған жөн, әйтпесе құртылады. Үшінші, шаш бояуын кетіреді. Бұл байқаусызда өзіміз қаламаған түске боялып қалған шаш туралы айтып жатырмын. Төртінші, ескі тиындарды Кока-Колаға салатын болсаңыз, олар жарқырап шыға келеді. Бесінші, шайнектің ішіне Кока-Кола құйып, оны бір күнге қалдырыңыз. Қақ толығымен кетеді. Алтыншы, унитазды да Кока-Коланың көмегімен тазартуға болады. Жетінші, тұздыққа бірде-бір есебінде Кока-Кола араластырып, артынша оны етке қосып дайындауыңызға болады. Өте дәмді. Сегізінші, Кока-Кола шашқа арналған ең үздік кондиционердің бірі. Алдымен шашыңызды Кока-Колаға жуып, артынша кептіріңіз. Тоғызыншы, шырышты ұлулар Кока-Коланың иісін жек көреді. Оны осы жәндіктерді құтылу мақсатында қолдануыңызға болады. Оныншы, сіз бұрап шығарайын деген бұрандаманың қатып қалғанын байқасаңыз, оның үстіне Кока-Кола құйыңыз. Сол кезде таты бірден кетеді. 11-ші, асыл бұйымдарды тазартуға болады, бірақ тастар жоқ бұйымдарды ғана тазалаған жөн. 12-ші, бір қызығы, Кока-Коланы асқазан ауруларына да көмектеседі екен. Тек газы жоғын пайдаланған дұрыс. Мысалы, ұзақ жолда жүрек айныған кезде Кока-Коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіміздің айнығанын бірден басады. Егер осы видео ұнаса, каналымызға жазылып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбір пікір біз үшін маңызды.